Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Көз мезгілінде неше ай бар? 3 ай бар екен. Қандай ғана білесіздер ме? Қыркүйек. Қаттылап айтамыз. Қазан. Қараша. Көз мезгілі екенін қайдан білдіңдер сіздер? Көз мезгілінде күн қандай болады? Салқын болады. Дұрыс. Біз үстімізге қандай киім киеміз? Қалың, яғни жылы киім киеміз екен, иә? Ал күз мезгілінде күн жиі суытады екен. Аспанды? Бұл жиі басады. Жауын? Көп жауады екен, иә? Көп жауады екен. Керемет балалар. Ал құстар? Не істейді күз мезгілінде? Дұрыс айтасың. Құстар жылы жаққа ұшып кетеді екен. Жақсы балалар. Ендеше күз мезгілінде бізде берер сыйы өте көп екен. Жаңа өздеріңіз айтып кеткендей, күз мезгілінде жапырақтар не істейді балалар? Сарғая, қызарып жерге түседі екен. Міне осы жапырақтардан, мынадай міне шишкалардан біздер қазір өзіміз мына жапыраққа әдемілеп жапырақтарды немесе мына гүлдерді осы жапырақтың ішіне мына желім жағу арқылы осы жапырақтарды осыған орналастырайық. Қараңыздаршы балалар, міне мысалға мынау жапырақтың түсі қандай? Жасыл екен. Жасыл жапырақ болады екен. Және қандай жапырақ болады тағы да? Қызыл жапырақ болады. Мына жапыраққа ұқсай ма? Ұқсайды екен. Солай ма балалар? Осылай қылып әдемілеп жапырақ. Қандай? Сары жапырақ екен. Балалар, сіздерге тұзбен жұмыс жасау ұнады ма? Ұнады. Керемет, тамаша.